бір күні вечерде отырдым және де фотоаппаратымды әкелуге бара жаттым, өйткені онымен видео түсіремін. Және де мен оны алдым және мен ең үстіңгі қабатқа көтерілуім керек болды. Мен лифтқа кірдім және де лифт 5-ші қабатқа келгенде біртүрлі бола бастады. Лифт тоқтап қалды және мен құлап түстім және де мен қатты қорқа бастадым. 13-ші лифтте болды және де ол мен қалай шығатынымды да білмей отырдым. Bir кезде свет те өшіп қалды. Мен өте қатты қорқа бастадым. Bir кезде біреудің күлкісін көргендей болдым. Және де мен өте қатты қорқтым. Ол жерде біреу барды болғандай болды. Мен қатты қорқтым және де мен ол кезде талып қалдым. Көзімді ашқан кезімде біртүрлі болды. Мен және де тұрдым. Свет жанып өшіп бастады. Және де мен жаныма қарағанда бір қара адам лифтте отырғандай болды. Біртүрлі болды маған. Мен және де қорқа бастадым. Не істерімді білмедім. Мен қолым дірілдей бастады. Неге екенін білмедім. Және де дыбыстан сен өлуің мүмкін дегендей болды. Және де мені күзетші қарап отырған шығар деп ойладым. Және де ол расында да қарап отырды. Содан кейін ол маған барынша күлкісімен қарай бастады. Ол маған қолын шошайтты, басын қисайтты. Және де мен қатты қорықтым. Свет өшіп жана бастады. Мен қатты қорықтым. Төбеде мен ешкім естіген жоқ, өйткені ол жақта вечер болып жатты. Маған сандар көрсете бастады. Бір көзімен қарады. Екінші күлкі болды. Күлкісімен қарап тұрды. Және ол сандарды көрсете бастады қолымен. Мен өте қатты қорықтым. Тіпті не істерімді де білмедім. Ол менің өліміме санап тұрған болса ше. Мен қатты қорықтым. Және де жүрегім қатты дүрсілдей бастады. Bir кезде ол маған сілекей аузымен және қорқынышты күлкісімен қарап тұрды. Және де мен қатты қорықтым. Және де свет өшкен көзімді ашып жұмған кезімде еш нәрсе болған жоқ. Және де мен қатты қорқа бастадым. Ол көзіме елестеген шығар. Және де біреу маған сен өлесің дәл қазір немесе кейін деп күлді. Және де мен қорқып кеттім. Және де мен қатты қорқтым. Үстіме қарағанда біреу маған қатты қарап тұрды. Ал бір кезде ол жоқ болып кетті. Мен оны талғаннан кейін болған шығар дедім. Мен қорықтым. Мен содан кейін тұрдым. Bir кезде қатты шошыдым. Ол жақта вечер болған жоқ, өлім болған. Кейбір адамы өлімге ұшыраған. Және де оны біреу өлтіргенін анық білдім. Қолында пышағы бар. Мен және де қалай түсерімді білмедім. Лифтпен түсетін болсам өлтіреді. Ал мына жерде секіріп өлсем өлемін. Достар, маған тіркеліп кетіңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.